15 мамыр халықаралық отбасы күніне байланысты отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта атты радио әңгімені бастауға рұқсат етіңіздер. Отбасы адамзаттың алтын ұясы. Адам баласы дүние есігін ашқаннан бастап, сол ортаға бейімделіп, ықпалына көніп ер жетеді. Отбасы адамзат баласының түп қазығы, алтын ұясы. Бала тәрбиесінде отбасының алатын орны ерекше. Оның қоғамдық тәрбиенің қандай саласы болса да алмастыра алмайды. Отбасының негізгі қызметі баланы өмірге келтіру ғана емес, оның бойына көне заманнан келе жатқан ұлттық тәрбиенің тағылымдары мен аға ұрпақтың тәжірибесін сіңдіру, қоғамға пайдалы жеке тұлға етіп тәрбиелеу болып табылады. Ата-ананың өз борышын мүлтіксіз орындауы үлкен тәрбие мектебі. Осылайша адамға тән рухани адамгершілік сапа қасиеттерді қалыптастырып, дамытудың негізі ең алдымен отбасында қаланады. Отбасы сенің туғандарың, ең жақын жандарың. Отбасында қанша адам бары маңызды емес. Маңыздысы отбасы ішіндегі қарым-қатынас. Отбасының өнегесі, отан өнегесі демекші. Отбасындағы тәрбие ертең ел болашағында үлкен рөл атқарады. Сондықтан да отбасының бақытты болуы аса маңызды. Осы кезде бақытты отбасы қандай болу керек деген сұрақ туындайды. Бақытты отбасында ең алдымен түсіністік пен сыйластық болуы керек. Отбасындағы адамдар бір-бірімен түсініспесе, жанжалдар тууы мүмкін. Екіншіден, әрине отбасы мүшелері бір-біріне қол ұшын созуға, қолдауға дайын болу керек. Бала сабақ оқудан қиналса, барынша көмектес, түсіндір. Ана жұмыстан шаршап келіп, үй шаруасына кірісіп жатса, оған қол ұшын бер. Және отбасы мүшелері алысқа кетсе, хабарласып, жағдайын сұрап тұру керек. Үшіншіден, отбасында үндестік орнаса, ол отбасы бақытты саналмақ. Яғни жағдайлар жақсы болса, және жоғарыда аталып кеткендей қағидалардың бәрі сақталып үндессе, отбасы нағыз бақытты отбасы болады деп білемін. Бала отбасында әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Әке тірек, ана жүрек, бала тілек. Біз бүгін өзімізге ең жақын, ең қымбат анамыз, әкелеріміз туралы айттық. Отбасы ол ең жақын адамдардың ошағы. Әрқашан отбасы мүшелерін сыйлап, құрметтеу керек. Бәріміздің отбасымыз берік, бауырымыз бүтін болсын. Отбасы мүшелері